Саламатсыздар ма? Сіздерге Каспи приложениесі арқылы ИП-ға салық төлемдерін төлеуді көрсететін боламын. Ақпаратым пайдалы болса, каналыма подписаться етуді ұмытпаймыз. Біз Каспи приложениесіне кіреміз, оның ішіне платежи дегенді таңдаймыз. Се дегеннің ішінен штрафы и налоги дегенді таңдаймыз. Платежи для ИП деп тұр. Обязательные пенсионные взносы дегенді таңдаймыз. Біз декретке миллионмен деген азаматшалар үшін төлем жасаймыз. КМП 10 дегенді таңдаймыз. Қай ай? 2022 октябрь айы. ЖСН жазамыз. Дәл солай иін работника өзі үшін төлеп жатыр. Продолжить. Минималкамен төлей береміз. 6000 теңге 2022 жыл үшін. 3 жұмыс күнінде төлем өтеді. Платеж принят. Келесі біз ең маңызды бөлігі әлеуметтік аударымды төлейміз. Штрафы и налоги дегеннің ішіне кіреміз. Платежи для ИП, социальные отчисления. КМП 012 деген таңдаймыз. Октябрь айы. Иінін жазамыз. Мінекей өзі ЖСН жасаңыз автоматты түрде адамды тауып алады. Біз максимальный сумманы көрсететін боламыз. Декретке миллионмен үшін. 14700 теңге 2022 жыл үшін. Келесі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымын төлейтін боламыз. Штрафы и налоги дегенге кіреміз. Дәл солай платежи для ИП. Бұл жерде взносы на обязательные социальные медстраховка для ИП дейді. Тек ИП-ның өзі үшін ғана осыны таңдаймыз. КМП 122 дегенді период оплаты қай айға төлейсіз? Октябрь айы. Сол айды таңдайсыз. ЖСН енгіземіз мұнда да. Продолжить. Автоматты түрде біз қанша сумма төлейтініміз медстраховка бойынша шығып тұр. 4200 теңге. Продолжить, подтвердить и оплатить. Мінекей төлем жүргіздік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Басқа да пайдалы ақпарат көргіңіз келсе, менің каналыма жазылсаңыз болады.